хандық дәуірден бастап қазақ даласында өзіндік нормативтік құқықтық актілердің болғандығы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы арқылы қазақ даласында белгілі бір құқықтық жүйенің болғандығы, ол әрине біздің мемлекеттің әріден бастау алғандығын көрсетеді. Преамбулада енді мемлекеттің тәуелсіздігі, егемендігі, оның шекарасының бұзылмайтындығы, қол соғылмайтындығы шегелеп көрсетілген. Конституцияның ішінде жеке адамның, жеке отбасының, жеке мүддесін, жеке деректерін қорғауға байланысты нақты тармақ жазылған. Және де нақты түрде заң арқылы жүзеге асыратындығы мені қуантады. Өйткені қазіргі таңда әрбір адамның жеке деректерінің сақталуы маңызды қадам болып отыр. Көрсетіліп тұр қазақ тілі мемлекеттік тіл деп. Енді мемлекеттік тіл ретінде қандай дамуға қандай әсер етіп бар деп жатсыз ғой. Халықтың саны көп болған сайын, осы тілде сөйлейтін адамдардың саны көбейген сайын, бұл қажеттілік болады қазақ тілі. Бұл техниканың тіліне айналады. Бұл адамдардың араласу құралына айналады. Білім ғылым алу тіліне айналады. Қазақ тілінің рөлі жоғарылай береді деп сенемін.